Тұрсынбай Мерей. Аққөз Қосанұлы атындағы номер 18-ші жалпы білім беретін Тірек мектебінің 1 А сынып оқушысымын. Мен батырдың ұрпағымын. Менің нағаш атам Мұралиев Акбар 925 жылы 1 қаңтар күні Жамбыл облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Нағашы атам жастайынан зерек болған. Бала кезінен ұсташылыққа бейім болған. 1945 жылы Ұлы Отан соғысына қатысып 2 дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған. 1945 жылы соғыс аяқталған кейін еліне оралып, 22 жасында шекара Қырғызстан елінен өмірлік жарын тапқан. Одан 6 қыз, 5 ұл сүйген. Қазір 30 немере шөбересі бар. Менің нағашы атам еліне елеулі, халқына халаулы азаматтарының бірі болған. Құттықтау грамоталарымен марапатталған. Аудандық меркі газеттерінің беттеріне шыққан. 1947-1985 жылдар аралығында Жамбыл Қауқазға колхозшы болып жұмыс жасаған. Зейнетке шыққан құрметті колхозшы. Еңбек белгісі де бар. Мен батырдың ұрпағы болған үшін мақтанамын. Болмасын соғыс елімде, қыранам ұшсын көгімде. Болмасын соғыс, болмасын бар әлемде бейбітшілік орнасын.